Бәрімізді негізінен мазалайтын маңызды бір сұрақ бар. Ол жастардың тез жалған ағымдардың жетегінде кетіп қалуы. Яғни эмоцияны былай қойғанның өзінде ғылыми дәлелденген бірнеше факторларды көрсеткіміз келеді. Олай болса, бастайық. Біріншісі, жасы 25-ке келгенге шейін жас өзіне келіп жатқан ақпараттарға анализ, синтез жасап, дұрысын, бұрысын анықтап, керегін бойына сіңіріп, керегімесін алып тастау деген фильтр қалыптаспайды әлі. Сол себептен сырттан келген ақпараттарға қарсы тұра алмастан, соның кейбір жағдайда құлына айналып кетіп жатады. Екіншісі, құндылықтың қалыптаспауы. Тіпті ата-анасы тәрбиеде, білім беру жүйелері, туған туыстары, ортасы, ағалары, тіпті біз секілді орта буынның өзі жастарға нақты бір бағытты уақытында бере алмай жатамыз. Үшінші маңызды мәселе әлеуметтік қысым. Жастардың басым көпшілігі қоғамда болып жатқан, әлеуметтік желілерде болып жатқан түрлі трендтердің құрбанына айналады. Яғни қысқаша айтқанда, бір қарағанда әдемі болып көрінетін әртүрлі қолдан жасаған трендтер оларды шаук етеді. Яғни қызықтырады дегім келеді. Кейде біз бұл нәрселерді қалыпты жағдай деп ойлап жатамыз. Асылында қалыпты жағдай. Бірақ соңы өкінішті жағдайларға алып келуі мүмкін. Біріншіден, үлкен ақпараттық кеңістіктің ішінен өзіне керек және керек емесін, дұрыс және бұрысын анықтайтын балада синтез қалыптаспаған болса, ол болашақта көптеген қиыншылықтарға тап болады. Жанында бағыт-бағдар беретін, ақыл сұрайтын, оны түсінетін, оны отырып тыңдай алатын деңгейде жақындары, ағалары, бауырлары немесе арнайы жүргізілген бір тәрбиелік идеология болмаса, қысқа метражды әртүрлі трендтердің соңын қуып, өмірде өзінің бағыты мен істеп атқан ісінде ешбір мазмұн болмайтын жастардың қауымын қалыптастырып алуымыз мүмкін. Бұл жердегі мақсатымыз жастарды кінәлау емес, оларға дұрыс орта тауып беру, оларды дұрыс бағыт пен бағдар көрсету және болашақта мазмұнды бір жастардың легін қалыптастыру үшін әрқайсымыз белгілі дәрежеде әрекет жасауға міндеттіміз. Яғни ағымдардың келген легіне қатысты қарсы тұру иммунитетін қалыптастыруға қатысты мәселелерді білгіңіз келсе, келесі рилстарда біз нақты қадамдар туралы айтатын боламыз.